Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 3D редакторы. Алдымен ойланайық, сымсыз желінің қандай артықшылығы бар? Компьютерлік технологияның келешегі туралы не айтасыңдар? Бүгінгі сабақта үйренетініміз 3D модельдерді қолдану. SketchUp программасының терезесі. Екі өлшемді графика компьютерлік графиканың сурет, жазық болып көрінетін түрі. Себебі сурет салу кезінде тек екі өлшем объектінің биіктігі және ені қолданылады. Үшті графиканың екіді графикадан айырмашылығы, үшті графикада үш өлшем болады. Объектінің биіктігі және ені мен қоса тереңдігі де ескеріледі. Осылайша, кез келген объектінің элементтерінің орналасуы суретте көрсетілгендей, оның кеңістіктегі координаталары мен X, Y, Z пен анықталады. Екіді және үшті программаларындағы құралдардың айырмашылығы: екі өлшемді фигуралар жазықтықта, үш өлшемді фигуралар кеңістікте салынуында. Үшті графика көмегімен көптеген модельдер жасауға және дайын модельдерге өзгертулер мен толықтырулар енгізуге болады. Үшті технология туралы естігенде көз алдымызға стереокөзілдірік, виртуалды шындық және үшті бейнемен байланысты фильмдер, видеожазбалар және тағы басқалар елестейді. Алайда, үш өлшемді технологияның мүмкіндігі мұнымен ғана шектелмейді. Үш өлшемді графика сурет салу мен видеожазбалар жасауға арналған үш өлшемді кеңістікте көлемі үлкен объектілерді модельдеуге арналған компьютерлік графика бөлімі. Үшті модельдеуге арналған программалар саны өте көп. Біз үш өлшемді графикада кескіндер жасау және өңдеу үшін SketchUp программасын таңдаймыз және онда жұмыс істейтін боламыз. Бұл программаны мына көрсетілген сілтемемен жүктеп алуға болады. SketchUp программасы қарапайым үш өлшемді объектілерді, ғимараттарды, жиһаздарды, интерьерді модельдеу программасы. Программаны іске қосу үшін іске қосу программалар SketchUp командасын орындаймыз, немесе программа белгішесі жұмыс үстелінде орналасқан болса, оны екі рет басу жеткілікті. Программа іске қосылғанда, суретте көрсетілгендей терезе ашылады. Программа іске қосылғанда ашылған терезеде дайын шаблондарды таңдау ұсынылады. Олар жай шаблон, сәулеттік жоба, жобалық құжаттама, қалалық жоспарлау, ландшафттық сәулет, ағаш өңдеу, интерьер және өндірістік жоба, үшті баспа. Жұмыс кеңістігінен жай шаблон, метрлер, мәзірін таңдағаннан кейін SketchUp'ты пайдалануды бастау батырмасын басамыз. Бұл программаның жұмыс істеу ортасы суретте көрсетілгендей. Тақырып жолы, мәзір жолы, құралдар тақтасы, модельдеу аймағы, нұсқаушы терезе және қалып күй қатары орналасқан. Енді балалар, осы өткен тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап берейік. Үшті графика деген не? Екіді және үшті графикаларға арналған қандай программаларды білесіңдер? SketchUp программасын туралы не білесіңдер? SketchUp программасының басқа үшті программалардан қандай айырмашылығы бар? Программада қандай шаблон бар? Ендігі тапсырма компьютерде орындайық. SketchUp программасын іске қос. Жай шаблон, метрлер, мәзірінен тиісті шаблонды таңдаңдар. SketchUp'ты пайдалануды бастау батырмасын басыңдар. Терезенің оң жағында оқулық мәзірін таңдаңдар. Оқулық мәзірінің көмегімен программа құралдарының қызметтерімен танысыңдар. Ол үшін әр құралдың үстінен басу жеткілікті.
Келесі тапсырма талдап салыстырайық. Paint графикалық редактор мен SketchUp программасының арасында қандай айырмашылық бар деп ойлайсыңдар? Дәптерде тапсырманы орындаймыз. Суреттерге қарап, қандай графика екенін ажыратып жазыңдар. Суреттер қалай салынған? Келесі үй тапсырмасы. Қандай графикалық редакторларды білесіңдер? Кестеге программалардың атауларын жазыңдар. Осымен ауа райы арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.